Барлықтарыңа сәлем достар, сіздермен детектив. Бүгін біз жаңа алаяқтық схема, яғни қазір көбін көріп жүрген боларсыздар. Неше түрлі инстаграмда тендермен айналысамыз, ақшаңызды көбейтіп береміз деген адамдар көп. Яғни бүгін сіздерге Диас Жиынсұлу деген бір адам туралы айтатын боламын. Ассалаумағалейкум брат, договор 29-ы бітеді дейді. Қазір әсеке реттеп алайын дейді. Ассалаумағалейкум. Қанша салуым керек дейді, даже өзі білмейді қанша салу керек. Біз қазір кішкене ақшалар кешіп қалып жатыр, тендердің ақшалар. Солар күтіп отыр едік. Сәл шыдай түсеңіз, біз қазір курс дайындап отырмыз. Сол ақшадан түскен ақшамен сіздердің ақшаларыңызды жабатын боламыз. Алейкум ассалам, жақсы аман есенсіздеріңіз қалайсыз? Ассалаумағалейкум, қалдарыңыз қалай? Бұйырса тырысып жатырмын, қазір әсеке, әні әсеке, мін әсеке деп ештеңе салмайды. Ой, братан, жақсы өзіңіз қалайсыз? Ренжімеңіз. Мен өзімізде қазір сол тендердің ақшалары 4 ай болды түспей жатқанда. 50 миллион ақша. Соның қазір сырт жақтан іздеп жатырмық. Қалай нетеді? Таныстардан, туысқандардан сұрап. Сол Алла қаласа не болмай қалды да, мен Чандрыкшин кешігіп қалды да, мен ашыған. 17-ші университет вообще ешқандай ақша бергісі келмейді. Ассалаумағалейкум, Асеке, маған ертең келген уақыт беріңізші, мен сізге ертең полный счетыңызға 1 миллион 100-ді кешіккен уақытымен есептеп салып беретін боламын Алла қаласа. 1 миллион 100 салып берем дейді да, бірақ ешқандай ақша салмайды достар. Қараңыздар. Қалайсыз әйтеуір ақшаңды ертең берем, әні берем, міне берем, ешқандай да ақша бермейді. Яғни 1 миллион 180 мың теңге бермей отыр. Ойлаңыздар, бір талай сума былай қарап тұрсаң. 30-ші университет, вообще 1-ші университет, қалайсыз, жақсы түсінім 2 күн дегендер дейді. 2 күнде берем дейді, бірақ ешқандай нәрсе бермейді. Яғни өтірік, қалайсыз деп өтірік жаза береді. Ассалаумағалейкум. Қалдарыңыз қалай, амансыздар ма? Жақсы шүкір, Әлеге. Ақырындап шет-шетінен салып бастап жатырмыз. Қазір аға, міне аға деп әйтеуір ешқандай нәрсе салмайды. Яғни даже детективке жазамын деп айтады, бірақ ешқандай нәрсе салмайды. Ойлаңыздар, 1 миллион 180 мың теңге алып алды. Яғни мына жігіт Диас Жиынсұлу, яғни ақшаңды көбейтіп берем, саған ай сайын процент беріп отырам дейді. Бірақ уже арада қанша 2-3 ай өтті, ешқандай ақша көбейтіп бермейді, тіпті өзінің ақшасын да қайтарып берген жоқ. Жақсы, мысалға процент шығармасын, өзінің ақшасын хотя бы қайтару керек қой, даже ол оны да қайтарған жоқ достар. Так что бәріміз сол Диас Жиынсұлуның аккаунтына кіріп 1 миллион 180 мың теңге деп жазып кетейік достар. Сіздермен болған мен детектив, біздің инстаграмымызға және тиктогымызға жазылып кетіңіздер. Аман саулықтар жүзгенше сау болыңыздар.